Сәлем қыздар, біз бүгін сіздермен өте дәмді тіске басар дайындаймыз. Бізге қажетті заттар: 2 жұмыртқаның сарысы, 200 грамм қаймақ, жарты чайный ложка тұз, жарты чайный ложка сода, 200 грамм сары май, 400 грамм ұн қажет. Ең алдымен ыдысымызға бөлме температурасындағы сары майымызды салып, үстінен ұнымызды қосып, қолымызбен араластырамыз. Одан соң қаймағымызға 2 жұмыртқамыздың сарысын салып, үстінен тұзымыз бен содамызды салып, араластырамыз. Барлығын біркелкі етіп араластырып болған соң, қамырымыздың үстінен құямыз. Жұмсақ етіп, қолға жабыспайтындай қамыр илейміз. Бізде осындай қамыр пайда болады. Енді біз начинкасын дайындаймыз. 180 грамм құмшекер, 150 грамм сары май, 1 жұмыртқаның сарысы, 150 грамм ұн қажет. Ең алдымен майымызды теркадан өткізіп аламыз. Құмшекерімізді салып араластырамыз. Үстінен жұмыртқамыздың сарысын саламыз. Үстінен ұнымызды салып араластырамыз. Крошка тәрізді болуы керек. Менің YouTube каналымды қолдап, комментария жазып, лайк басып, тіркелуді ұмытпаймыз. Одан соң қамырымызды 2 бөлікке бөліп аламыз. Жайып аламыз, қатты жұқа қылмаймыз. Үстінен начинкамыздың жартысын саламыз. Екі жағын осылай етіп орап, рулет тәрізді етіп ораймыз. Сыртын бір-біріне жабыстырамыз. Үстінен жұмыртқамыздың сарысын жағып шығамыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Бетін вилкамызбен әсемдейміз. Одан соң үшбұрышты етіп кесеміз. Бетіне мен мак себемін. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша күнжіт, мак сепсеңіздер болады. Қызып тұрған пешімізде 180 градуста 35 минут пісіріп аламыз. Осымен біздің тіске басарымыз дайын. Барлықтарыңызға ас болсын.